Баршаңызға сәлем. Бүгін заварной крем рецебімен бөлісетін боламын. Бізге керекті заттар: сүт, сары май, ұн, жұмыртқа, ванилин және де лимон сығындысы. Сүтімізді ысқа құйып аламыз, қайнатпаймыз, жай ғана ысытып аламыз. Ыдысқа жұмыртқамызды саламыз, үстіне қантымызды саламыз. Кішкене лимон сығынысын саламыз. Жақсылап араластырамыз барлығын. Араластырып болған соң осындай болады. Содан соң ұнымызды саламыз. Ұнымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Осындай сәл қоюланады. Барлығын жақсылап араластырған соң, ыстық сүтімізден сәл ғана құямыз. Араластырып тұрамыз, сәл суығанша араластырамыз. Құрамындағы жұмыртқасы іртік-іртік болып, түйіршектеліп қалмау керек. Сонда креміміз жақсы шығады. Араластырамыз. Содан соң қалған сүтіміздің үстіне кремімізді құямыз. Тоқтамай араластырып тұру керек. Сүтіміз қоюланады. Сүтіміз әбден қоюланғанша араластыруымыз керек. Оттың астын жайлатып қоямыз. Креміміз қоюланған соң сары майымызды салып араластырамыз. Бір шай қасық ванилин саламыз. Сонда креміміздің дәмі де, иісі де әдемі болады. Креміміз қойылған соң оттан алып, тез суы үшін екінші ыдысқа ауыстырамыз. Бетін пищевой пленкамен жауып қоямыз. Әбден суығанша қойып қоямыз. Бөлме температурасында суы керек. Крем дайын болған соң тағы да қойылады. Креміміз әдемі дайын, дәмі де, иісі де керемет. Тортымызға жаға берсек болады. Тортымыз өте дәмді болып шығады. Кремнің рецебі ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Алдағы уақытта тағы да рецептер салатын боламын.